Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кейіпкердің костюмын өзгерту. Жоба құру. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын алдыңғы тақырыпты есімізге түсірейік. Тапсырмаға назар аударыңыз. Төменде берілген командаларды қызметі бойынша орналастыр. Жақсы, жарайсың. Оқудың мақсаттары: кірістірілген циклды жүзеге асыру. Бүгінгі сабақта біз жоба құрамыз. Жобаның мақсаты спрайттардың костюмын ауыстыру. Жұмыс барысы: Scratch программасын іске қосу, интернеттен қажетті суреттерді жинақтау, кейіпкердің әр бағытқа қозғалысын жасау, фон мен спрайттардың костюмдерін ауыстыру. Оқушылар, енді жобамызды бірге Scratch бағдарламасында жасап көрелік. Ол үшін Google браузерін ашамыз, іздеу жолағына онлайн Scratch деп жазамыз. Бірінші тұрған бағдарламаны создавай пунктін басамыз. Scratch бағдарламасын іске қостық. Екінші, керек материалдарды интернеттен жүктеп аламыз. Біздің жобамызға Қазақстанның картасы қажет. Іздеу жолағының жанында плюс батырмасын басамыз және іздеу жолағына Қазақстан картасы деп жазамыз. Картинка жеріне барамыз. Қалалары толық бейнеленген картаны шертеміз. Және картинканы сохранить етіп аламыз. Ол үшін тінтуірдің оң жағын басып, сохранить картинку как батырмасын басамыз. Өзімізге ыңғайлы жерге сақтап аламыз. Енді Scratch бағдарламасына барамыз. Жобамызға қажетті спрайтты таңдап алайық. Ол үшін төменгі жақтағы спрайт таңдау батырмасын басамыз. Кітапханадан өзімізге қажетті спрайтты таңдап аламыз. Сахнадағы керек жоқ спрайтты өшіру үшін төменгі жақта ол спрайтты таңдап аламыз және корзина батырмасын басамыз. Қазақстан туын фонға қою үшін фон таңдау батырмасынан фонды жүктеу батырмасын таңдаймыз. Жүктелген Қазақстан картасын үстінен 2 рет шерту арқылы Scratch'ке орналастырамыз. Спрайтқа скриптілер жазамыз. Спрайт Қазақстан картасындағы қалаларға барып атын айтуы қажет. Бірінші басқару блогынан циклды аламыз. Және жасыл туды басқанда командасы қажет болады. Әрекеттерден X және Y өсіне өту командасы қажет. Және түрк келбет блогынан айту батырмасы қажет болады. Бірге құрастырып көрейік. Әрқашан қайталау. Спрайтымыз X және Y өсі бойынша жүру қажет. X және Y өсі бойынша ол Қарағанды қаласында болуы үшін спрайтты тінтуір арқылы ұстап Қарағанды қаласына апарамыз. Төменгі жақта X пен Y-тің өзгергенін байқаймыз. Осы жердегі мәндерді скрипттегі X пен Y-тің орнына жазамыз. Төменгі жақта бізде 27 X-мыз, скриптіге X-ге 27 мәнін береміз. Y-мыз 67, Y-ге 67 мәнін береміз. Және ол Қарағанды қаласы деп айтуы қажет. Енді бірге қосып көрейік. Жасыл туды басамыз.
спрайтымыз Қарағандыға қаласына барды және Қарағанды деп айттым. Тапсырма: скриптілердің командаларын қызметін сәйкестендір. Яғни скриптілердің қызметін жазуларыңыз қажет. Бірінші скрипт бізде басылған кезде. Яғни бұл команданың қызметі қандай? Жобаны іске қосу. Жақсы, жарайсың. Келесі қызметтерді дәл осылай сәйкестендіріп орналастыр. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.